Сәлем достар, Қазақстан тарихынан жаңа форматта ұбт сұрақтарын талдайтын боламыз. Сіздер менің каналыма жазылып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда сіздер менің келесі видеомды көре алатын боласыздар. Бірінші сұрақ: түркі тілінде жазылған алғашқы энциклопедиялық еңбек. Бұл түркі тілінде жазылған алғашқы еңбек Құттыбөлік Жүсіп баласағұндікі. Бұл туралы ғұлама ғалымның өзі арабша, тәжікше кітаптар көп, ал бұл біздің тіліміздегі тұңғыш даналық жинақ деп айтқан болатын. Масғұт кестелері деген жыл санау жүйесі туралы айтылады. Ақиқат сыйы Ахмет Үгенекейдікі, азаматтық саясат Әл-Фарабидің кітабы. Кеңес үкіметі орнаған соң Қазақстанда білім беру саласында бірінші болып қолға алынған іс-шара сауатсыздықты жою. 1924 жылы сауатсыздық жойылсын деген қоғам құрылды. Осы қоғамның нәтижесінде 28 жылдың аяғында сауатты адамдардың саны 25% болды, ал оның ішінде қазақтардың пайызы 10% болды. Ал жалпыға бірдей міндетті 3 жылдық мектептер ашу, арнаулы кәсіптік білім беруді қолға алу 26 жылғы және 31 жылғы қаулылармен жүзеге аса бастады. Тұңғыш жоғары оқу орны педагогикалық институт 1928 жылы ашылды. 1867-68 жылдардағы реформалар негізінде артықшылықтары шектелген әлеуметтік топ. Жауапқа қараймыз. Бұл жерде артықшылықтары бар әлеуметтік топқа қайсылар жатады? Әскери губернатор, уезд бастықтары деген бұл патша үкіметінің әкімшілік басқару құрылымындағы басшылар. Ауыл старшыны деген 100-200 үйден шаңырақтан тұратын ауылды басқарушы. Сұлтандар бұл ханның тұқымы, яғни сұлтандар артықшылыққа ие, осыған дейін артықшылыққа ие болған тұлғалар екен. 67-68 жылғы реформаның негізінде осы сұлтандардың артықшылықтары шектелді. 2020 жылы елімізде 175 жылдық мерейтойы аталып өткен қазақ халқының аса көрнекті ойшылы. Сұраққа мән береміз. Бұнда да аса көрнекті ойшылды сұрап тұр. Мағжан Жұмабаев пен Міржақып Дулатов, бұлар алаш зиялылары, қоғам қайраткерлері, либерал-демократтар. Ыбырай Алтынсарин педагог, ағартушы, Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, ойшыл, философ. Және Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келді, 2020 жылы 175 жылдығы аталып өтті. Жер иеленудің иқталық жүйесін қалыптастырған мемлекет. Қарахан мемлекеті, Қыпшақ, Қимақ, Оғыз мемлекеттері көрсетілген. Бұлардың барлығы орта ғасырлық мемлекеттер. Бірақ осының ішінде Қарахан мемлекетінің басқару жүйесінде өзгешеліктер болды. Мысалы, жер иеленудің түрі бұнда иқта деп аталынды, иесі иқтадар деп аталынды. Иқтадар өзінің қол астындағы қарапайым халықтан алым салық жинайтын болды. Сол үшін ханға әскери қызмет атқаруға тиісті болды. 18 ғасырдың соңғы ширегінде кіші жүзде хан билігін реформалауды ұсынған. 18 ғасырдың соңғы ширегі деген ол 1775 жылдан әрі қарай. Бұл кезде кіші жүз Ресей билігін мойындаған болатын, бірақ әлі де болса сұлтандар билікті алу үшін күресіп жатты. Сондықтан Игельстром кіші жүзде сұлтандардың билігін, елді басқаруын шеттетуге тырысты. 18 ғасырдың екінші жартысында жойылған көшпелілердің соңғы империясы. Сібір хандығын 1598 жылы Ресей мемлекеті жаулап алды. Моғолстан мемлекеті 14 ғасырдың ортасы менен 15 ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрді. Бұхар хандығын Ресей мемлекеті қосып алды. Жоңғар хандығы деген бұл қазақ хандығы менен 100 жылдан астам уақыт соғысқан ірі әскери империя. 1757 жылы жер бетінен жойылды. Абылай ханның Ресейге бағынышты болуға ант бере отырып, Қытай елімен дипломатиялық қарым-қатынас орнатудағы басты мақсаты Қытайдан келетін қауіптің алдын алу. Себебі қазақ мемлекеті бұл кезде ағылып екі империяның, Ресей мен Қытайдың арасында қалды. Саяси жағдайы өте күрделі болды. Сондықтан қазақ мемлекетінің дербестігін сақтап қалу үшін осындай саясатқа барды. 20 ғасырдың 30 жылдары қазақтардың шетелге қоныс аударуына себеп болған оқиға. 1927 жылы ұжымдастыру туралы қаулы қабылданды. Сол қаулының нәтижесінде халықтың дәстүрлі шаруашылығы бұзылды. Халықтың қолындағы малды тартып алып бір жерге шоғырландырды. Осының нәтижесінде мал қырылды. Мысалы, ұжымдастыру басталарда республикада 40,5 миллион мал болса, 33 жылы 4,5 миллион ғана мал қалды. Халықтың ашаршылыққа ұшырауының нәтижесінде халық шет елге қашуға және ұжымдастыруға қарсы көтерілуге мәжбүр болды.
Әскери коммунизм саясаты деген азамат соғысы кезінде жүргізілген саясат, жаңа экономикалық саясат деген осы соғыс бүлдірген шаруашылықты қалпына келтіру үшін жүргізілген саясат. Орыс князьдіктеріменен тұрақты сыртқы саяси қатынас жасаған алғашқы мемлекет бұл Батый негізін салған Алтын Орда мемлекеті. Мәтін бойынша Ұлы Жібек жолы берілген, бұнда карта берілген және мәтін берілген. Мәтінді жақсылап оқып шықсаңыздар, ұбт-да саспай жауабын таба аласыздар. Мысалы, бірінші сұрағы мәтінді пайдаланып Жібек жолы бойында орналасқан Іле Алатауы етегінде транзиттік сауда орталығы болған қалаларды анықтаңыз деген. Егер сіз картаны жақсы білсеңіз, Іле Алатауы бұл Жетісу бойында орналасқан. Картада Жетісу бойында Алмалық пен Талхиз қаласы белгіленіп тұр. Сол екеуі жауап болады. Мәтінді пайдаланып Ұлы Жібек жолындағы саудада Қытайдың басты тауарын анықтаңыз деген. Бұл әрине жібек матасы. Үшінші, мәтінді және тарихи білімдерді пайдаланып Жетісудағы аса ірі сауда және әкімшілік орталығы болған қаланы анықтаңыз деген. Жаңа айттық, Жетісуда Талхиз бенен Алмалық белгіленген деп. Мынаның жауабын қарасаңыздар, бұл жерде Алмалық көрсетілмеген, сондықтан Талхизді белгілейміз. Мәтінді және тарихи білімдерді пайдаланып 6-13 ғасырлардағы Ұлы Жібек жолының негізгі дұрыс бағыттарын анықтаңыз дейді. Сирия, Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан, Шу алабы, Ыстықкөл, Шығыс Түркістан бірінші жолы. Екінші жолы Византия, Дербент, Маңғыстау, Аралбой, Оңтүстік Қазақстан. Үшіншісі Рим, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Батыс Сібір. Төртіншісі Үндістан, Каспий маңы, Шығыс Қазақстан, Византия. Бесіншісі Аралбой, Сырдария, Маңғыстау, Жетісу, Жапония. Бұның дұрыс жауабы бірінші, екінші. Сирия, Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан, Шу алабы, Ыстықкөл, Шығыс Түркістан және Византия, Дербент, Маңғыстау, Аралбой, Оңтүстік Қазақстан. Карта бойынша Ұлы Жібек жолының шығысқа шығатын қақпасын анықтаңыз дейді. Жібек жолының шығыс бағытын қараймыз. Шығыста Алмалық пен Талхиз жатыр. Осы Алмалық пен Талхиз Жетісу бойында орналасқан, сондықтан шығысқа шығатын қақпа Жетісу жері болып табылады. Екінші мәтін, бұл түркі мәдениеті, түркі жазуы туралы мәліметтер берілген. Видеоны тоқтатып қойып мәтінді жақсылап оқып алыңыздар, содан кейін талқылауға көшеміз. Бірінші сұрақ. Көне түркі жазуының ескерткіштері атты еңбегін жазған ғалымды сұрап тұр. Мәтінде бар, бұл Малов. Руна танудың ғылым ретіндегі 2 ғасырлық тарихында оқылмаған ескерткіш, бұл да мәтінде бар, европалық руна, әлі оқылмаған. Мәтін бойынша түркі халқының өмірлік құндылықтары мен адамгершілік мұраттары бейнеленді. Жалпы түрік руносының құпиясын 1893 жылы дат философы Вильгельм Томсон деген адам тапты. Ал орыс ғалымы Радлов бұл жазулардың оқылуын және аудармаларын жасады. Мысалы, күлтегін менен Тоныкөктің білге қағанның басына қойылған құлпытас жазуларында сол түрік халқының өмірлік құндылықтары, адамгершілік мұраттары бейнеленген. Ағашқа ойып жазу әдісі мәтінде бар, ол ксилография, оны өздерің тапқанда боларсыздар. Мәтін бойынша түркі халқының қаған маңына бірігіп топтасуға шақырған үндеуін анықтаңыз дейді. Жалпы түрік руносының ескерткіштерінің көбі Орхон Енисейдің алқабынан табылған, сондықтан бұл ескерткіштер Орхон Енисей жазбалары деп аталынады. Орхон Енисей жазбаларында түрік халқын қаған маңына топтасуға шақырған. Достар, мен сіздерге арнап тағы да видео түсіріп, ұбт-дан талдаулар жасайтын боламын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сонда менің келесі видеомды көретін боласыздар.